бұл кісіде диабетический стопа диагнозы, мынау балтыр тамырларының зақымдалуына байланысты аяғында трофикалық жара пайда болған. Операциямыз жергілікті анестезиямен жасалады. Тамырдың ішіне арнайы катетер қоямыз, еш жерін кеспейміз. Сол катетер арқылы бояу жіберіп, көріп отқандарыңыздай бірінші суретте жабылған тамыр және екінші суретте қалпына келген тамыр. Осылай тамырды қалпына келтіреміз. Енді аяғыңыздағы жара солай жайлап жазылады. Уақыт керек, дәрі ішу керек, бақылауда боласыз. 3 жыл болды аяғым мазалап жүргеніне. Құдайға шүкір, дәрігерлер, бірінші Құдай ғой, екінші дәрігерлер операция жасады. 4 сағатта іште, бірақ сезбедім өзім. Аяғым ауырсына қайтты. Бұл жасаған операциямыз ең соңғы заманауи операциялардың бірі болып есептеледі. Біздегі аппаратураның бәрі осы медициналық сақтандыру арқылы алынып та жатыр, беріліп жатыр.